Ал құрметті менің YouTube сүйер оқырмандарым, видеоны көрмес бұрын маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен керемет бір балмұздақ жасау жолын көрсететін боламын. Алдымен бізге осындай пластмасс табақ керек. Кебу таза болу керек. Оның үстіне осындай шекерімізді салып аламыз. Үстіне. Сосын бізге тараз керек болады. Осындай 1 кило шекерге қоспаларымызды қосып салып алатын боламыз. Енді бұл жерде көбіне осы YouTube каналда, Instagramда енді осылай реклама жасап барлығына осылай балмұздақ рецепттерін үйретемін деп осылай бастап барлығы да солай жасайды ғой енді. Менде рецепт сатып жүргендіктен осылай қоспаларын бәрін қосып аламыз. Негізі рецепт қолжетімді бағада алатын болсаңыздар, барлығын осылай сіздерге қалай жасалу керек, қанша грамм қосу керек, қалай жасау керек, барлығын айтатын боламын. Осылай сүтіміз морозильникте тұрды біздің. Мұздай сүтті құйып жатырмыз үстіне. Осы дайын қоспамыздың үстіне сүтімізді құйып, миксермен жақсылап миксерлеп аламыз. Арасында іртігі қалмау керек. Камошка дейма, сондай несі қалмау керек. Осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл балмұздақ рецебін алсаңыздар, еш өкінбейсіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Қанша дегенмен қолдың сүтіне жасалған балмұздақ бәрібір дәмі басқаша дәмді болып, солай төңкерсе де құламайтын болып, әдемі болып шығады. Ал енді жаңағы 2,5 литр сүтімізбен араластырып алдық. Оның үстіне тағы да 2,5 литр сүтті құйып, жақсылап бір массаға келгенше міне араластырып алдық. Әдемі масса болды. Енді бұның үстіне тағы да қосатын қоспамыз бар. Жаңағы жерде майымыз бар. Сондай қоспаларымызды тағы да бір қосып аламыз. Сосын кейін тағы да бір миксерлеп жіберіп, содан кейін дайын қоспа болады бізде. Барлығы осының ішінде дайындалып жатыр. Дәмі деген керемет. Бір жеген адам қайта-қайта келіп жей беретін керемет балмұздақ болып шығады. Қазір сіздерге сол жағын бір видео қылып түсірейін деп отырған жайым бар. Енді аппаратымыз құйып алдық, аппаратымызға барлығын қосып, барлығын аппаратымызды енді төбесіне балмұздақ смесімізді, дайын қоспамызды, қоймалжан қоспамызды төбесіне құямыз. Қазір аппараттың төбесіне құйып, холостой айландырып қойып, бәрін құйып алып, қатыруға жіберетін боламыз. Енді әркімде әртүрлі аппарат болғандықтан, әркімдікі жаңағы минуттары әр уақытта қатады. Менде Гуаншин деген аппарат. Гуаншин аппарат менің аппаратыма 10 жылдан асық жұмыс жасап жатқандықтан 20-25 минутта қатыратын болады. Оның арасында осындай кептерлерді түсіріп алдық. Әдемі болып жайылып жүрген екен. Осылай қораның алдында. Оны да түсіріп алайық деп түсіріп алдық. Енді мына жерде бізде 97% болып қапты балмұздағымыз. 97, 98, 99% да балмұздағымыз таза дайын болады. Мына жерлерде барлық пайызын көрсетіп тұр. Енді сіздерге дайын балмұздағымызды құйып көрсететін боламын. Міне құйылуының өзі қандай керемет болып шығады. Крем болып, клей болып дейма, не дейді. Бір басқаша болып шығып жатыр. Енді алсаңыздар, еш өкінбейсіздер. Қанша төңкеріп тұрсаңыздар да құламайды. Бір балмұздақтар бар ғой, төңкерсеңіз құлап қалатын. Бұл балмұздақ ондай емес. Дәмі деген керемет енді. Осылай балмұздақ рецеп алып, сіздер де сезондық жұмысты бастап кетсеңіздер болады. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.